Сәлем достар, айтып берем арнасына қош келдіңіз. Арнаға міндетті түрде тіркеліп кеттіңіз, себебі біз қазақ тілі мен қазақша контенттің дамуына бірге үлес қосуымыз керек. Ал мен бастаймын. Уилл Саллас адамдар қартаймайтын әлемде өмір сүреді. Адам денесі 25 жасқа дейін дамып, кейін тоқтайтындай етіп гендік деңгейде өзгертілген. Бірақ жас дене үшін уақытпен төлеу керек. Сағаттар әр адамның қолына туғаннан бастап салынған. Олар өлгенге дейін қанша жыл, сағат, минут немесе секунд қалғанын көрсетеді. Кері санақ 25 жастан басталады. Бұл жаста уақыт жылжуын бастайды және адамға 1 жыл уақыт беріледі. Енді Уилл Саллас өмірінде уақыт валютаға айналды. Әрбір жұмыс күн үшін Уиллге белгілі бір сағат саны есептеліп беріледі. Уилл тұратын уақыт белдеуінде адамдардың уақыты көп емес. Әдетте қолдарындағы уақыт 1 тәуліктен аспайды. Уилл анасымен бірге тұрады және уақытты бақылайтын құрылғылар жасайтын зауытта жұмыс істейді. Уиллдің әкесі оның 5 жасында қайтыс болды. Ол өз аймағының халқына уақыт таратқан үшін өлтірілді. Уилл геттода тұрады. Бүгін анасының туған күні, сондықтан ол оған 1 бөтелке шампан беріп, зауытқа барады. Жұмыстан кейін ол досы Боррелмен кездеседі. Барда ол сағатында 100 жылдан асқан уақыт көрсетілген Генри Гамильтонды көреді. Генри өз уақытын оңға солға таратады. Уилл жергілікті қарақшылардың Генриге қарап тұрғанын байқайды. Оларды барлығы сағатшылар деп атайды. Олар адамдардың уақытын күшпен тартып алады. Уилл Генриді алып кетуге тырысады, бірақ сәтсіздікке ұшырайды. Фортис өз жігіттерімен келеді. Генри дәретханаға сұранады да сол жерден Уилл оны сүйреп әкетеді. Олар қараусыз қалған зауыт ғимаратында сағатшылардан жасырынып жүр. Уилл Генримен сөйлескеннен кейін оның шексіз өмірден қатты шаршағанын түсінеді. Ол барлық уақытын басқа адамға беріп, өз-өзіне қол жұмсауды шешкен. Уилл мен Генри түнді зауытта өткізуді шешеді. Таңертең Уилл ұйықтап жатқанда, Генри оған барлық дерлік уақытын береді. Ал өзі таңды көпірде қарсы алуға барады. Уақыты таусылғанда Генри өледі. Уилл оны құтқарғысы келеді, бірақ үлгермейді. 100 жылдан астам уақытқа ие болған Уилл досы Боррелға барады. Оның досының әйелі мен кішкентай баласы бар. Уилл оған бәрін айтып береді, сосын оған 10 жыл өмір береді. Боррел бірден барға барады. Уиллдің анасы жұмыстан кейін үйге барғысы келеді. Автобустың жүру ақысы 2 сағатқа дейін көтерілді, ал ода тек 1,5 сағат қана уақыты қалған. Жүргізуші әйелді қарызға жеткізуге көнбейді. Содан кейін уақытты жоғалтпау үшін оған үйіне қарай жүгіруге ұсынады. Уилл анасын аялдамада күтіп тұрады. Автобуста анасы жоқ екенін біліп, анасына қарай жүгіреді. Бірақ Уиллдің уақытының 1 бөлігін анасына беруге уақыты жетпейді. Анасы Уиллдің қолында өледі. Генридің мәйітін Раймонд Леон бастаған уақыт сақшылары судан алып шығады. Раймонд полицияда 50 жылдан астам қызмет етті. Ол Уиллдің әкесін білетін. Раймонд Генридің тоналғанын тез түсінеді және қарақшыны бейне бақылау камерасынан іздеу керек деп шешеді. Уилл бай адамдардың аймағына баруды шешеді. Ол анасының өлімі үшін олардың бүкіл жүйесін жоюға ниетті. Генри Гамильтон Уиллге байлардың есеп қисаптарында уақыттың көптігі сонша, әркімге өмірінің соңына дейін жеткілікті болатынын айтты. Уилл қонақ үйге орналасу үшін өз уақытының бірнеше жылын береді. Тіркелу кезінде оны уақыттың магнаты Филипп Уайстың қызы Сильвия байқайды. Ол түскі ас кезінде Уиллді бақылап, оның қалған байларға ұқсамайтынын байқады. Уилл бұрын жақсы покер ойыншысы болатын. Ол казиноға келіп, Филипп Уайсты біршама сомаға ұтады. Ойыннан кейін Филипп Уиллді қызы Сильвиямен таныстырады. Ұтқан уақытына Уилл спорттық кабриолет сатып алады. Сол көлікте ол Уайстың үйіне барады. Мұнда оны бүкіл отбасымен таныстырады. Дегенмен оны тек Сильвия қызықтырады. Бойжеткен бұл дүниеде өмір сүру оған қиын екенін, үнемі оқ қағарлармен қоршалғанын, еркіндік пен шытырман уақиғаны қалайтынын мойындайды. Уилл оны теңізде жалаңаш түсуге шақырады. Шомылып жатқанда уақыт сақшылары Уайстың үйіне келеді.
Уилл мен Сильвия қайтып келгенде, Уиллді тұтқындап, бүкіл уақытын тонап алып құжаттарды толтыруға 1-2 сағат қалдырады. Олар Генри Гамильтонның уақытын бергеніне сенбейді. Уилл Сильвияны кепілге алу арқылы күзетшілерден қашып кетеді. Реймонд оларды қуып келеді, бірақ Уилл қашып кетеді. Өз аймағына келген кезде ол жол апатқа ұшырайды. Уилл мен Сильвия ес-түссіз жатқанда Фортис өз жігіттермен бірге пайда болады. Ол Сильвияның уақытын толығымен ала жаздады, бірақ Уиллді тонауға уақыты жоқ. Себебі алыстан полиция сиреналары естіледі. Фортис қашып кетеді. Уилл мен Сильвия оянғанда уақыттары бітуге таяу екенін көреді. Олар оны Боралдан қарызға алмақшы болады, бірақ оның барға барған соң алкогольден өлгенін біледі. Әйелі күйеуі қайтыс болғаннан кейін қайғырып, бәріне Уиллді кінәлап, оны қуып жібереді. Содан кейін Уилл Сильвияның сырғаларын ломбардқа тапсырады. Олар үшін бірнеше күн алады. Тапаншамен Уилл Сильвияны әкесіне қоңырау шалуға мәжбүр етеді. Ол Филиптен таңға дейін 1000 жылды қайырымдылыққа аударуды талап етеді. Тек сол жағдайда ол қызды жібереді. Әкесінің жібергенін күту үшін Уилл мен Сильвия оның пәтеріне барады. Олар ұзақ сөйлеседі. Одан сайын жақындай түседі. Таң атты, бірақ қайырымдылық шотына уақыт аударылмады. Уилл Сильвияны әкесіне қоңырау шалып, оны геттодан алып кетуге көндіреді. Бірақ сол кезде Реймонд пайда болады. Ол Уиллге мылтық сілтейді. Сильвия мұны көріп, уақыт қорғаушысын атып тастайды. Ол жай ғана оны қорқытқысы келді, бірақ оның иығына атты. Уилл Реймондпен уақыт бөліседі. Содан кейін Сильвиямен бірге оның көлігін ұрлайды. Сосын екеуі тас жолда бір байдың көлігін тоқтатып, оны тонайды. Уилл мен Сильвия іздеуде болады. Бірге жұмыс істейтіндерін теледидардан айтады. Уилл Сильвияға тапаншадан атуды үйретеді. Кейін олар уақыт банкін тонайды да, олжаны геттода тұратындарға таратады. Уақыт сақшылары екеуін қонақ үйде табады. Дегенмен Уилл полиция сиреналарын уақытылы байқайды да, Сильвиямен қашып кетеді. Реймонд олардың артынан қуып келеді. Ол оларды ұстап ала жаздады, бірақ абайсызда пайда болған автобус Сильвия мен Уиллді құтқарады. Бұл жолы қашқындар тәуекелге бармауды ұйғарады. Олар басқа қонақ үйге тіркеледі. Тек осы жолы олар ешкім көрмес үшін барлық нөмірлерді сатып алады. Алайда олардың артында бірден басқа қонақ үйге кіргісі келеді. Ол әкімшімен сөйлескенде оларды байқайды. Сағатшылар бір топ жергілікті тұрғындарды тоқтатады. Олардың арасында Уилл мен Сильвияны қонақ үйде көрген адам бар. Фортис Уилл мен Сильвияны өз аумағындағы тыныштықты бұзғандар үшін тапқысы келеді. Қашқындарды байқаған адам Фортиске оларды қай жерде көргенін айтады. Түнде сағатшылар Уилл мен Сильвияның бөлмесіне кіріп келеді. Фортис Уиллге өзінің наразылығының себебін түсіндіреді. Сосын тайм рестлинг жарысуды ұсынады. Бұл екі адам бір-бірінің уақытын ұрламақ ойыны. Уилл келіседі. Бір кездері ол жақсы күресетін. Уилл Фортистің жеңіске жетуіне шамалы мүмкіндік береді, бірақ содан кейін барлық уақытын өзіне алады. Фортис өледі. Оның жігіттері өздеріне келгенше Уилл шалбарының астына тығылған тапаншамен барлығын өлтіреді. Ол және Сильвия қайтадан қашуда. Қонақ үйдегі мәйіттерді Реймонд бастаған уақыт сақшылары табады. Уилл олардың жүйені бұзу үшін істегендерінің бәрі босқа кеткенін түсінеді. Олар адамдарға уақыт береді, ал банктер бұл уақытты қайтару үшін несиенің пайызын арттырады. Сильвия оны жалғастыруға көндіреді, бірақ Уилл жүйені бұзу үшін кем дегенде 1,000,000 жыл қажет екенін айтады. Сильвия оларды қайдан алуға болатынын біледі. Қыз көп күзетшілермен қоршалған әкесіне оралады. Ол Филиппен сөйлесіп жатқанда Уилл оның артынан білдіртпей келеді. Тапаншаны бағыттап, ол Филипті пәтеріне апарып, сейфті ашады. Ішіндегі есептегіште 1,000,000 жыл бар құрылғы орналасқан. Уилл мен Сильвия оны алып, геттоға қарай жүгіреді. Уақыт сақшылары 1,000,000 жыл ұрланғанына байланысты уақыт белдеулерінің картасындағы өзгерістерді көреді. Олар геттоға бара жатқан қашқындарды тоқтатуға тырысады, бірақ олар сәтсіздікке ұшырайды. Уилл мен Сильвия өздерінің уақыт белдеуіне барады. Реймонд олардың артынан қуады, дегенмен оның уақыты таусылуға қалды. Күні бойы екеуінің артынан қуған Реймондтың
күнделікті уақытын алуға уақыты болмады. Өз қаласына келгенде Уилл құрылғыны қайырымдылық ұйымына беру үшін өзі танитын кішкентай қызға береді. Ол құрылғыны қайырымдылық қорына апарады. Кейін көшедегі адамдарға уақыт таратыла бастайды. Уилл мен Сильвияны Раймонд ұстап ала жаздайды, алайда олар қашып құтылады. Уақыт сақшысы олардың алдынан шығуға тырысады. Ол оларды қайтадан тоқтатады. Бірақ сол уақытта оның уақыты таусылады. Соңғы секундтар бітеді және Раймонд өледі. Уилл мен Сильвияның да уақыты таусылып барады. Уилл сақшының күнделікті уақытын ала алатынын түсінеді және мүмкіндігінше тезірек көлікке жүгіреді. Сильвия оның артынан жүгіреді. Уилл бірінші келеді, ол уақытты алып және оның жартысын беру үшін Сильвияға асығады. Уилл соңғы сәтте қызды құтқарады. Гетто тұрғындары көп уақытқа ие болды. Олар уақыт белдеулерін кесіп өтіп, бай аймақтарға барады. Қалған уақыт сақшылары бұл хаоста олардың қызметі барлық мағынаны жоғалтатынын түсінеді. Олар жұмыстарын тоқтатуды шешеді. Уилл мен Сильвия мұнымен тоқтап қалмайды, олар жүйені аяқтауды шешеді. Екеуі мұқтаждарға уақыт беру үшін жаңа банкты тонауға келеді.